Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Сабағымызға қош келдіңіздер. Бірінші түгендеп алайық, балалар? Түгелміз ба? Өте тамаша. Енді балалар, олай болса, біз екі топқа, қазір топқа бөлініп, қима қағаздары бар. Осы қима қағаздар арқылы біз екі тобымыздың атын шығарамыз. Тезірек осы қима қағаз алып, біріктіріп жіберіңдер балалар. Сонда тобымыздың атын шығарамыз. Tez балалар, балдар қандай робот шықты бізде? Білім беру роботы, яғни білім роботы. Екінші топ, яғни робот-пылесос бұл не? Тұрмыстық робот. Молодцы, тұрмыстық робот деп аталады. Отыра қойыңдар. Өте тамаша. Миға шабу әдісі балалар осы жерде, начать деп, осы жерде. Яшықтарды аша отырып, осы жерде жауап береміз. Мысалы, бірінші яшықты ашқан кезде медицина роботтар қандай қызмет атқарады? Үйде қандай роботтар қолданасыз? Үйде кір жуғыш машинасы, тағы да кір жуғыш машинасы қандай роботқа жатады? кір жуғыш Тұрмыстық робот. Өте жақсы. Отыра қой. білім беру және тұрмыстық. Өте жақсы. Тамаша. Келесі ай. Робот туралы қандай қызықты мәлімет білесің? Айта ғой. Робот туралы. Оқушылар кім айтады? Айта ғой. 2006 жылы мамырда Кім айтады? Отыра ғой. 2006 жылы мамыр айында Өте тамаша. Отыра ғой. Келесі. Медициналық роботтар қандай қызмет атқарады? Медициналық роботтар адамдарға Не істейді? укол салады, оларды емдейді адамдар. Келесі. Оқушы. Жоқ, балалар, кім айтады? Айта ғой. Зымыранда, дұрыс айтасыңдар, өте дұрыс, молодец. Роботтар құсап темірден жасалмаған. Сосын? Айзере жалғастырамыз. Роботта адам өз қолымен жасалған, адамда робот қолымен жасай алмайды. Хорошо, молодец, отыра ғой. Келесі. Робототехниканың дамыған тарихы, жалпы робот қай заманда, қай жылдан бастап пайда болды, осы туралы. Робототехника бөлімі балалар, және роботтың бізге берілген 10 сабақ бар. Осы 10 сабақта біз алғашқы дамығанына, осы біздің заманымызға дейінгі дамыған туралы айтатын боламыз, балалар? Оларды жазып қоямыз. Робототехника тарихы және оларды қолдану.
көгершін пайда болды. Екінші буын 1770 жыл алғашқы механикалық кішкентай бала бейнесі жасалды. Үшінші буын 20 ғасырдың екінші жартысында пайда болды. Өте жақсы. Келісеміз бе балалар? Өте жақсы. Екінші топ. Тұрмыстық робот. Шындық қалыпты немесе қиынын атқарады. Алғашқы механикалық көгершін 350 жылы пайда болған. Оны ежелгі грек математика Архит құрастырды. Алғашқы механикалық адам тәріздес болған. Ол 1770 жылы пайда болды. Адам тәріздес робот 1770 жылы пайда болды. Яғни балалар, келісеміз бе балалар? Өте тамаша. Робот жасап үйренеміз, өте дұрыс. Осы робот жасау арқылы біз бізде қолданылатын робот ол қандай роботтар? Біліп, 3 деп аталады, Қазір жұмыс жасаймыз. Мына жерде топ қалып жүрейік балалар, жүріңдер. Леголарды құрастыру арқылы біз қай предмет тұрады? Осы жерде бәрі міне кәдімгі лего сияқты балалар. Міне қай жерде қандай предмет не жасаған қалайсың? Молодец, бұрылыстар сияқты. Осы жерде аяғы ненің аяғы. Мына жерде өздерің сияқты оқушылардың жұмысы анау балалар. Қараңдаршы, өздерің сияқты оқушылар мынадай жұмыс жасаған біздер. Мынаны мысалы оқушылар жасаған. Міне оқушылардың жұмыстары балалар. Өздерің сияқты оқушылар жасаған осының бәрін. Міне сендер сияқты. Ана болыстар келесі тапсырмада онда өтетін боламыз. Балалар, келесі апта жалғастырасыңдар. Робототехниканың дамуы кезеңімен бөліп қарастыруға да болады. Алғаш рет осыдан 350 жыл бұрын алғашқы механикалық көгершін Бүгінгі сабақ. Ұнады ма бүгінгі сабақ балалар? Енді ұнады, қажет,
роботтың есте сақтадым, иә, яғни бүгінгі қызықтық па балалар? Иә. Қызықтық. Несімен қызықты болды? Робот жасады. Аха. Несімен пайдалы болды? Қандай пайдалы ақпарат жинады? Қызық робот жасауға және есте сақтадық, нені сақтадық? Робототехника саласы есте сақтадық, иә балалар? Енді балалар, үйге жұмыс балалар. 78-ші беттегі үй тапсырмасы деген жерді орындап келеміз. Енді қазір бала оқушылар бағалаймыз. Кәне, Айзере тұра ғой. Неше конфет жинады? 8. Білім роботы 8 конфет жинады. Тұрмыстық робот тобы 5 конфет жинады. Ең алғыр топ, яғни білім роботы тобы жеңді, иә балалар? Айзере тұра ғой, өте белсенді қатысты. Айзере өте тамаша. Белсенді қатысқан бала Айзере. Жанар, Жанер и Аяжан өте тамаша. Мұна бізде Аяру, Інжу және Айсұлтан өте тамаша.